Қайырлы күн ұстаздар, бүгін мен сіздерге қызықты кезекті бір әдіспен бөліспекшімін. Яғни бұл әдісті біз мынадай нұсқада ұсынамыз. Бұл қыз балаларға, мынау ұл балаларға. Яғни қарасаңыздар, мұнда 10 бос орын бар. Ұл балаларда дәл солай 10 бос орын бар. Бұл әдісті біз қай кезде қолданамыз? Кері байланыс ретінде жазып, тақтаға ілдіртіп, оқушы жетістігін көруге болады. Немесе формативті бағалау кезінде әр оқушының алдына беруге болады. Оқушы балды қойып отырады. Немесе тапсырма ретінде беріп, дескриптормен ұсыналасыз. Немесе егер сіз сынып жетекші болсаңыз, сынып сағаттарында, үзіліс уақыттарында, көңілді үзіліс уақытын пайдалансаңыз болады. Енді әрі қарай өзіңіздің фантазияңызға байланысты қолдана берсеңіз болады. Осы әдістің шаблоны керек десеңіз, төменде сілтеме бар, сол жерден жүктеп алсаңыз болады. Кәдеңізге жарап